Құрметті көрермендер, біздің жаңартылған бағдарлама бойынша жасалатын сұхбатымыздың кезекті саны бүгінгі тақырыбымыз жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасы, ол қазақ әдебиеті пәні бойынша және қазақ әдебиеті бойынша жазылған оқулықтар, осы жаңартылған мазмұндағы сол мәселелерге тоқталамыз. Бүгін біз сұхбатымызды Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің доценті, филология ғылымдарының кандидаты, тренер Руслан Арзықовпен жүргіземіз. Бүгін енді алдымен менің ойымша мына жаңартылған мазмұндағы үлгілік оқу бағдарламасына қазақ әдебиеті бойынша тоқталып кетсек, оның жаңағы дәстүрлі стильдегі жасалған біздің білім беру жүйесіндегі қазақ әдебиетін оқытудан қандай басты айырмашылықтары бар, ерекшеліктері бар және тиімді жақтары бар дегенге түсінік беріп кетсеңіз, қысқаша сосын арада жалғастырсақ. Жақсы. Енді қазақ тілінен қандай бір үлкен жаңалықтар, өзгерістер болса, оқу бағдарламасында қазақ әдебиетінде солай. Бұл жерде сол бұрынғы дәстүрлі білім беру жүйесіндегі сияқты әдебиетті хронологиялық тәртіпте оқу деген жоқ. Бұл жердегі жалпы осы оқу бағдарламасының мақсаты не дегенде, сол мақсатының алдында бір басты бағыты деп те берген мына оқу бағдарламасында, мен соны қысқаша айтып өтейін. Мысалы, бағдарламаның басты бағыты білім алушылардың ақыл ой қабілеті мен тұлғалық қасиеттердің қалыптасуына, тілдік естелік талғамдарының дамуына деген сияқты мәселелер қарастырады. Енді негізгі мақсаты не дегенде, білім алушылардың креативті ойлауға бағыттау. Енді бұлай қарасаңыз, бұл жерде әдебиеттің хронологиялық тәртіпте меңгеру, фольклорды, ақын жазушылардың өмірбаянын, шығармаларын білу деген нәрсе жоқ мына жерде. Жалпы ақыл ой қабілеті, тұлғалық қасиеті қалыптасқан, креативті ойлау дағдылары қалыптасқан, тұлғаны қалыптастыру. Демек, сондай мақсат қойылды ма, демек, оның бағдарламаның мазмұнында соған сәйкес келу керек. Ал ол жаңағы айтылған мәселелер қалай жүзеге асады деген кезде, бұл жерде де негізгі бір дағдылар бар. Мысалы, тілде жаңа тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым, сосын әдебиет тұндырғыны сақтау деген дағдылар болса, әдебиетте негізін 3 дағды қарастырған. Бірінші, мысалы, түсіну, жауап беру, мысалы, мәтін бойынша, көркем шығарма бойынша, көркем шығарманы түсіну және сол бойынша сұрақтарға жауап беру, түсіну және жауап беру. Екіншісі анализ және интерпретация. Сол көркем шығарманы талдау жасай білу, соған өзінің түсініктемесін бере салып, интерпретация жасау алап қабілеті. Үшінші деңгей сол көркем шығарманы бағалау және салыстыру. Демек, бұл көркем шығарманың деңгейі қалай жазылған көркем шығарма. Ол басқа шығармалармен салыстырғанда қандай ерекшелік бар деген осы 3 негізгі дағды бар. Сосын бізде мынандай тағы бір не бар, мынау кімге қалыпты, мына жазушы, мына ақын кімге қалыпты, оқулыққа деген мәселелер де көп айтылады. Енді ол, мысалы, осы оқу бағдарламасының ұзақ мерзімді жоспарында осы ақын жазушылардың шығармаларымен берілген, мысалы. Осы ақын жазушылардың қай шығармасы, қай сыныпта, қай тоқсанда оқытылу керек деген мәселесі бар. Сосын ол жерде қай оқу мақсаттарымен сол шығарма бойынша жұмыс істеу керектігінің бәрі қарастырылған. Енді көріңіз, бұл жерде мысалы дәл осы ақындар, осы жазушылар дәл осы жерде болу керек деп бір бағана өзіңіз айтқандай бұл математика емес қой. Бұл жерде осы бағдарлама авторларының өздерінің субъектив көзқарастары да кіріп кеткен болуы мүмкін. Бірақ енді былай қарағанда бұл жерде осы қазақ әдебиетіндегі енді жақсы ақын жазушылардың шығармалары енгізілген, бірақ барлық жақсы ақын жазушылардың барлығы енбей қалған. Себебі бұрын дәстүрлі білім беру жүйесінде бір тоқсанда кемінде бір 20 шақты ма ақын жазушылар. Әрбір сағатта бір тоқсанда 20 сағат өтетін болса, сол 20 сағат әр сағатта бір ақын жазушыны өтетін болған. Ол кезде бүгін Жамбылды, ертең мысалы Мұқағали, Бүрсігінді, Қадыр-Мырзаевты деген сияқты кете беретін еді. Ал қазір бір тоқсанда көп болса 4 шығарма бар. Ойлап қойыңыз, 20 шақты шығармадан бар жоқ 4 шығарма қалды. Бұл жерде сан жағынан да барлығын енгізу мүмкін емес. Ақын жазушылар жақсы, ақын жазушылар көп, бірақ оларды бәрін енгізу мүмкін емес. Себебі жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша бір шығармамен жұмыс істеген кезде
бір өлең болсын, мысалы бір ақынымыздың бір өлең болсын, сол өлеңмен жұмыс істеген кезде сол бұлым бойынша 6 деңгейдің барлығынан өту керек. Барлығынан өтіп, сол 6 деңгей бойынша шығарманы меңгеру үшін өзінің оқу мақсаттары бар, сол оқу мақсаттарымен жұмыс жүргізу керек. Оған кемінде 4 сағат бөлінеді. Сол кезде оқушы сол шығарма бойынша толық түсінік қалыптастырады. Ол шығарма бойынша енді бағалау деңгейіне жеткен оқушы ол шығарманың жақсы немесе жақсы емес деген келмейді шығар. Несі жақсы, неліктен жақсы деген сұрақтарға жауап беретін деңгейге жетеді. Және ол шығармаға баға беретін деңгейге неліктен жақсы десе, сол неліктен жақсы екендігін дәлелдей алатын деңгейіне жету керек. Тек жақсы өлең емес, неліктен жақсы деген кезде соның жақсығын дәлелдей алатын деңгей. Ол да ана жерде көркемдеуші құралдардан бастап, идеясынан бастап, жанрлық ерекшеліктерін бастап бәрін талдай келе солай баға беретін деңгейге жету керек. Соның үшін де бір шығармамен мүмкіндігінше ұзақ уақыт жұмыс істеуге тура келеді. Иә, үстірт емес, терең. Бұрынғыға қарағанда терең жұмыс істеледі бұл жерде. Бұрынғы енді біздің мынау шығарманың авторы кім, бұның қандай шығармалары бар, өмірбаяны, оның басты кейіпкерлері, мына шығарманың дегеннің бәрі ана Блум таксономиясына салып қараса, ол білу, түсіну деңгейінде қалып қалатын мәліметтер. Енді бұл жерде жаңағы бір шығармаға көбірек сағат берілетіні, ол жаңағы Блуммен келіп талдау, салыстыру, қолдану, бағалау, жинақтау, тағы басқа осындай деңгейлерге оқушыны жеткізу, сондай дағдыларды қалыптастыру. Енді жаңа мектепте кейбір мұғалімдер айтады, мына бір шығармаға, бір авторға 8 сағат берді, бұл не деген сұмдық деген ойларды айтылады кейде мектептерге барып қалсаң. Бірақ енді бір өкініштісі олар әрине сол бұрынғы дәстүрлі стильде жұмыс істеп қалыптасқан мұғалімдер. Бұрын біз қайтатын едік, бүгін міне оқыдық бір авторды, оның өмірбаянымен таныстық, сол берілсе бір шығармасымен таныстық, поэзиялық я прозалық, соны жаттадық, түсінгенімізді айттық, сонымен ол тақырыпты жабатынбыз. Сосын ары қарата келесі авторға, одан 2 сағаттан кейін келесі авторға сөйтіп кететінбіз. Сол әдіспен жұмыс істеп қалған мұғалімдерге енді мына жаңартылған бойынша жұмыс істеу қиынырақ болып жатқан сияқты. Иә, ол шынымен сондай мәселе бар. Бұл жерде біріншіден, егер де Блумды дұрыс меңгеріп, сосын оқу мақсаттарын дұрыс түсініп жұмыс істейтін болса, 4 сағат аз кетіп қалды мүмкін шығарма бойынша. Неге десеңіз, ол шынымен жақсы шығарма болса, оны қанша оның ішіне кірген сайын сонша көп нәрсе шыға береді ол жерде. Енді ондай мәселе бар. Енді оған да біздің мұғалімдеріміз дағдылану керек, оған да тәжірибе жинақтау керек деген мәселе бар. Оны да бағана өткенде тіл бойынша айтқан сияқты бұл жерде де қалыптасушы болған тапсырмалар жинағы бар, ортамер жоспар бар. СМК Edeo кезетті жақсы мұғалімдердің әрбір оқу мақсаты бойынша өздерінің тәжірибелері бар. Солардың бәрін жинап, алып, қарастырып, салыстырып көріп, сосын өзіне мынау жақсы екен деген таңдап жұмыс істеуге тағы да болады енді. Тағы да басын қадырып, не істесем екен деген проблема жоқ бұл жерде де. Себебі басқа мамандардың жақсы тәжірибелері бар. Оны жақсы жүйелі түрде мұғалімдерге қолжетіп етіп жасап қойған енді. Енді мен осыны ойлаймын, былай бір шығарма бойынша, мысалы 10-шы ма, 11-шы сыныпта ма, 3-ші тоқсанда тек Абай жолын оқиды. Енді бұлай қарасаңыз, бір 90, ең ұзақ 90 бойынша бір шығармамен жұмыс істеу деген не дейді деген сұрақта туды. Бірақ енді мысалы қазақ әдебиетіндегі ең жақсы шығармалардың бірі солай ма? Сол шығарманыкі мысалы бүкіл мазмұны болмаса, ол жерде әрбір тақырыптар бойынша, бөлімдер бойынша ең маңызды деген бір жерлер, енді оны авторлар қалай береді, бағдарламаны авторлар қалай берді, соны бөліп. Кейін оқулықтардың авторлары соны қай мәтіндің қай жерін алады, енді бүкіл мәтін толық алу мүмкін емес қой, енді қай жерін алады, сол бойынша қандай тапсырмаларын береді деген мәселе, ол енді
біраз жұмыс істеуге тура келетін жұмыс енді. Себебі сол абай жолын оқып, қайтадан қарап, соның ішінде осы оқушыларға осы шығарманың ең маңызды жақтарын көрсете алатындай қай жерлерін алып, қалай солармен тапсырмалар беріп жұмыс істетуге болады оқушылар деген нәрсені мұғалімдер, авторлар өздері бір жақсылап ойластыратын жерлері бар енді. Ол үшін енді авторлардың да мысалы бірінші оқулық жазып бірден сол жақсы бір деңгейде жазып кетуі де енді екіталай. Оларда да тәжірибе болмағандықтан оларда осы үлкен тетралогияның бір 90-да қай жерін беру керек деген мәселеде біраз ойланатын нәрсе, ол бірден жүзеге аспай қалуы да мүмкін. Сондықтан ондай проблемалар бар, ол бір күнде шешетін нәрселер емес. Жалпы бұрын оқулықтар әр түршілде бір қайта шығып тұрады. Қайта шыққан кезде толықтыратын жерде толықтыратын, өзгертілетін еді. Енді қазірде сол жүйе жалғасатын болса, мысалы былтыр меніңше 5-7 сыныптардың олар 2017 шыққан болса, алғашқы оқулықтар 5-7-ке олар еді 2021-де олар қайтадан шығу керек болды. Қайтадан шыққан кезде сол авторлар мұғалімдермен осындай бір өздерінің байланысын жасап, солармен қалай болып жатыр осы оқулықтар деген нәрсе, ол да маңызды нәрсе. Себебі бұл жерде авторлардың да осы оқулықтың дұрыс болуына өзінің ықпалын жеткізу керек. Оның үстіне бұл тіл сабақтарында мұғалімдер үшін сәл еркіндік бар. Бір мәтінді интернеттен әр жақтан бір қысқа бір мәтінді оқушылар үшін, өздері үшін бір ыңғайлы жақсы мәтінді талдап алып оқыта берсе болады. Ал енді 1.90-да мысалы абай жолын оқыту керек болатын болса, ол интернеттен басқа нәрсе аламын деу қиындау болады. Сол абай жолын оқыту керек. Егер Ахмет Байтұрсынов өлең болатын болса, соны оқыту керек, басқа нәрсе оқытуға енді мүмкін емес. Себебі ол министр бекіткен оқу бағдарламасында бар. Ол соған қойылып кетті, ол бекітіп кетті. Сондықтан енді біздің мұғалімдеріміз сол шығармалармен жұмыс істеуді үйрену керек, соларды өздері терең талдау жасау керек, соның ішіне кіру керек мұғалімдерімізде. Енді оқулықтың авторлары да сол жұмысты жүргізу керек болады. Жақсы, рахмет. Осымен аяқтаймыз. Қазақ әдебиетіне байланысты мәселелерді қосатыңыз болса, тағы да қандай мәселелер бар басқа? Енді оқу мақсаттарын мен тағы да айтып кетейін. Бұл жерде шын мәнінде оқу мақсаттары сәл қиындау. Мысалы, мен сіздерге 5-ші сыныптың оқу мақсаттарын алайын. Мысалы, 3-ші негізгі бағалау және салыстыру. Оқу мақсаты қиын деген мәселелерде айтылады қазақ әдебиетінде. Мысалы, 5-ші сыныптың оқушысы бағалау және салыстыру деген негізгі дағды бойынша, мысалы, мынандай бір тарихи және көркемдік құндылық деген кезде шығарманың 5-ші сынып оқушысы мынандай бір деңгейде жұмыс істей алу керек. Мысалы, оқу мақсатын оқиын, шығармадағы эпизодтар арқылы тарихи құндылығын бағалау. Демек, оқушы бір шығармадағы эпизодтар арқылы сол шығарманың тарихи құндылығын бағалау керек. Ол 5-ші сыныптың оқушысы. Демек, кейінгісі, мысалы, кейіпкерлерді шынайы өмірмен салыстырып бағалау. Шығармалық кейіпкер өзіндік құндылығы тұрғысынан талдап әдеби эссе жазу. Оқырманның рухани дүниесін шығарма әсерімен талдай отырып сыни хабарлама жазу. Бұл енді 5-ші сыныптың оқушысы осы бағалау салыстыру бойынша дәл осындай жұмыстарды жүзеге асыра ала ма деген ой туындайды да. Бұл енді бір қарамаққа бұл мысалы тарихи құндылығына қалай баға береді 5-ші сынып оқушы? Бұл бір шығарманың тарихи құндылығы деген ол шын мәнінде өте бір күрделі мәселе. Бірақ бұл мына оқу мақсатында қателік жоқ. Мысалы, ол 5-ші сыныптың біз математикасына қарайтын болсақ, бұдан әлдеп қайда күрделі бір мәселелерді шығаруға тура келуі мүмкін. Сондықтан біз 5-ші сыныптың оқушы, мысалы, тіл әдебиеттің мұғалімдері, олар гуманитар болғандықтан көп уақытта олар математикадан өздері алыстауға да есептейді ғой. Бірақ дұрыс айтасыз, жалпы тіл деген ол толығымен математикаға жақын. Айтайын деген біздің гуманитар пәндегі мұғалімдер осыған қарайды да, бұл өте күрделі есеп ойлайды. Сол біздің сол күрделі жатқан мұғалімдеріміз математикадан бір есепті шығарып көріп,
Тоқта, мынау салыстырып көрген қайсы күрделі дейтін болса, мынаның күрделілігі математиканың 3-ші сыныптың бір мәселесінің күрделілігімен бір өп қалуы мүмкін шынымен алатын болса. Жақсы, солай да болсын дейік. Бірақ осыдан тығырықтан шығатын жол да бар. Жаңа айтқандай қалыптасуға тапсырма жинағы бар, ортамда жоспар бар, сол жерде осы оқу мақсатымен қалай жұмыс істеуге болады деген мәселелердің бәрі қарастырылған. Жақсы, рахмет талдау жасап бергеніңізге. Енді қажет болып жатса, сұрақтар туындап жатса, тағы да жалғастырамыз. Бүгінше осымен қысқаша сұхбатымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.